Ауылдағы алғашқы махаббат. Айдана Жетісу өңіріндегі бір шағын ғана ауылда дүниеге келген. Ақылды, әдепті, көркі көз тартар бойжеткен еді. Ол мектепте үздік оқып, ауыл-аймаққа үлгі болған қыз. Оны Жандос есімді жігіт сүйетін. Жандос еңбектен қорықпайтын, шаруашылықпен айналысатын, қарапайым, бірақ жүрегі мейірімге толы жігіт. Екеуі мектептен кейінгі күндері бірге өткізіп, болашаққа бір жоспармен қарайтын. Қалаға оқуға түсем, Жандос. Мама мен папам қарсы емес, деді бір күн Айдана. Түс Айдана, сенің арманың орындалу керек, мен сені күтем. Тек саған сенем, деді Жандос. Көзінде мұң ұяласады. Осылайша Айдана қалаға аттанды. Жандос ауылда қалып шаруашылыққа қарады. Бір-біріне күнде хат жазып, армандармен бөлісіп отырады. Алайда тағдыр оларға басқа сынақ дайындап қойған еді. Қалада алғашында бәрі жақсы басталған. Айдана өз оқуына беріліп, жатақханада тұрып жатты. Бірақ бір кеште тағдырдың ащы бетін көрді. Сабақтан кеш шыққан ол жатақханаға бара жатқанда үш жігіт оны тар көшеге сүйреп апарып, аяусыз зорлайды. Тек ар намысына емес, тәніне де жара салып кетеді. Еш түссіз жатқан Айдананы кездейсоқ өтіп бара жатқан бір қарт тауып алып жедел жәрдем шақырады. Айдана 2 ай еш түссіз жатып, ақыры ауруханада оянады. Бірақ ол оянғанда бұрынғы Айдана емес еді. Оның көзі өмірге суық қарайтын, жанарында үміт емес үрей қалған. Ол бұл оқиғаны ешкімге айтпастан ауылға қайтады. Жандос қуанғанынан жылап жібереді. Айданаға үйленгісі келетінін айтады. Бірақ Айдана бас тартады, еш түсіндірусіз. Жандос не болғанын түсінбейді де, іштен тынып қалады. Ауылда түрлі өсектер пайда бастайды. Қалада баймен жүріпті, көңілдесі болып келіпті деген сөздер Айдананың құлағына да жетеді. Бір кеште ішіп алған Жандос ашуға бұлынып, Айдананың үйін өртеп жібереді. Бақытына орай көршілер өртті дер кезінде сөндіріп үлгереді. Ертеңіне Жандос өкінгенін айтып кешірім сұрайды. Бірақ Айдана жүрегіндегі жараны ешкімге көрсеткісі келмейді. Тағы да бас тартады. Уақыт өте келе Айдана өз бойына бір өзгеріс байқайды. Ауруханаға барып тексерілсе, дәрігерлер, «Қызым, сен жүкті екенсің, 4 айлық» дейді. Бұл хабар оның жанын мүлде ауыртады. Әке шешесі ұрсып бетіне басады. «Қызымыз масқара қылды» деп ауылдағы жұртқа бет көрсете алмай қалдық. Ал Айдана болса, баланың кінәсіз екенін жақсы түсінеді. Ол туам деп шешеді. Өмір біртіндеп тозаққа айнала бастайды. Уайым мен күйзелістен анасы жүрек талмасынан қайтыс болады. Әкесі бір ай өтпей жол апатынан көз жұмады. Айдана 4 айдың ішінде ата-анасынан айырылып жалғыз қалады. Тек сіңілісі бар еді. Ол да оқуға кетіп қалады қалаға. Бір кеште есік алдында арбада отыратын көрші жігіт Ермек келген екен. Айдана, кешір, мен саған бірден айтайын. Мүмкін оғаш естілер, бірақ мен сені бұрыннан жақсы көрем. Мен саған қол тигізбеймін. Сенің балаңа әке болғым келеді. Маған тұрмысқа шық. Менімен бірге болшы, дейді ол. Айдана үнсіз тынады. Көз жасын сүртті. Бұл ұсыныс оған қорқынышты емес, керісінше жылулық сыйлады. Ақыры келісті, тұрмысқа шықты. Ермек шын мәнінде ер адамға тән мейірімділік танытты. Айданаға қамқорлық көрсетті. Бала туған соң оған әке бола білді. Күн өткен сайын Айдана бұрынғы жарасын ұмытып, жаңа өмірге бейімделе бастады. Сен мені қайта өмірге әкелдің, Ермек, деді бір күні. Сен де мені тірілттің, деп жымиды Ермек. Сол күннен бастап Айдана мен Ермек өмірдің сынын бірге көтеріп, тыныш та мағыналы ғұмыр кешіп жатты. Сәбиіне Айдана жарық деп ат қойды. Өйткені ол өмірінің қараңғы кезеңінде дүниеге келіп, жаңа үміт сыйлаған сәби еді. Ермек оны құшағына алып, әкесі сияқты мейіріммен тәрбиеледі. Айдана көп ойланып, оқуды қайта жалғастыруды шешеді. Ермек оны барынша қолдайды. Кешкі бөлімге жазылып, бала мен Ермекке күндіз қараса, кешке қалаға барып оқып қайтады. Солайша білімін жетілдіріп, ауыл мектебіне мұғалім болып орналасады. Бір күні пошта арқылы Айданаға хат келеді. Жандос жазған екен. Онда ол бәрін түсінгенін, қатесін мойындағанын және кешірім сұрайтын баяндайды. Айдана хатты оқып, көз жасына ерік береді. Бірақ жүрегінде өкпе жоқ еді. Жандосқа жауап жазбайды, тек іштей кешіріп, өткеннің жарасын енді қозғағысы келмейтін түсінеді. Ауылда енді Айдана жайлы бұрынғыдай өсек айтылмайтын, керісінше оны сыйлайтын, үлгі тұтатын. Жас қыздарға сабақ бергенде ол үміт пен мейірім жайлы
жиі айтатын. Қандай жағдай болса да өмірден түңілмеу керек, тағдыр соққы берсе де жүрекпен тірі қалуға болады дейтін әр сабағында. Ермек те Айдана да баласымен бірге бақуатты да қарапайым өмір сүріп жатты. Қиындықтан өтіп, шынайы махаббат пен құрметке қол жеткізген екі жан енді өмірдің әр күнін бағалауды үйреніп еді. Уақыт сырғып өтіп жатты. Айдана мен Ермектің шаңырағында тыныштық орнағандай еді. Бірақ өмірдің өзі секілді тыныштық та мәңгі емес еді. Ермек бір күні аяғынан тұрып жүре бастады. Дәрігерлердің өзі мұны таңғажайып деп қабылдады. Арбадағы өмірге үйренген Ермек енді өз аяғымен жер басып жүргеніне алғашында сене алмады. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Ол Ермектің жүрегі. Еркіндікпен бірге оның өміріне деген көзқарасы да өзгере бастаған. Көп ұзамай Ермек ауылда жаңа келген жас әйелмен араласа бастады. Әуелде ешкім мән бермеген, бірақ уақыт өте келе Ермектің сол әйелмен күнде кездесіп жүргенін байқалды. Бір кеште Айдана әңгіме айтпақ болып: «Ермек, сенің өзгеріп кеткеніңді байқаймын. Не болды?» деді. Ермек біраз үнсіз отырып: «Айдана, кешір, мен сені ренжіткім келмейді. Бірақ мен басқа адамды сүйіп қалдым. Мен кетем» деді. Айдананың жүрегі сыздап, тілі байланып қалды. Енді ғана қалыпқа келген өмірі тағы да бір соққыға ұшырады. Бірақ бұл тек бастамасы ғана еді. Жарық есейіп қалған, 2-ші сыныпта оқиды. Ермек оны туған баласындай тәрбиелегені балаға қатты әсер еткен еді. Бірақ Ермек кетіп қалғаннан кейін ол іштей тұйықталып мазасыздана бастайды. Бір күні көшеде кетіп бара жатқанда Ермек пен жаңа әйелін кездестіріп қалады. Бала қуанып әкесіне жүгіріп барғанда жаңа әйелі қатқыл үнмен: «Ермек, бұл баладан аулақ жүр, сенің ұлың емес, есіңде болсын» деді. Жарық аң-таң болып көздерін бадырайтып: «Әке, бұл не дегені? Рас па?» дейді. Ермек үнсіз төмен қарады. Әлгі әйел баланы итеріп жібере жаздап: «Анаңа айт, кімнен тауып алғанын өзі біледі. Ермек саған ешкім емес» деп айғайлап ішке кіріп кетеді. Жарықтың жан дүниесі қақ айырылып кеткендей болды. Үйге келгенде үнсіз отырып қалды. Айдана оның өңін көріп алаңдай бастады. «Балам, не болды?» «Анашым, менің әкем кім? Ермек емес пе еді?» деді Жарық жыламсырап. Айдана бұл сұраққа дайын емес еді, бірақ шындықты жасыру да мүмкін болмағанын түсінді. «Жарығым, Ермек сенің әкең болмағанымен сені туған күніңнен бері бағып-қағып өсірді. Ол сенің жүрегіңдегі әке. Ал сенің шын әкең кім екенін айту қиын. Айтшы, мен білгім келеді» деп бала қысқа айтты. Айдана көз жасын іркіп: «Сен зорлықтың нәтижесінде өмірге келдің. Бірақ бұл сенің кінәң емес, балам. Сен менің ең үлкен бақытымсың. Әкең кім екенін мен де білмеймін. Ол үшеу еді, бірақ ешбірінің аты жөнін де бетін де танымаймын. Тек сен барсың» деді. Жарық үнсіз тыңдады. Көзінде жас жоқ, бірақ көңілінде дауыл тұрды. Ол анасының ауыр шындығына алғаш рет терең үңілді. Енді ол бәрін түсінді. Ермек неге кетіп қалғанын, неге анасы кейде түнде үнсіз жылайтынын. Күндер өтіп жатты. Жарық бұрынғыдан да сабырлы бола түсті. Ешкімге ренжімеді, анасына қамқор болды. Жазуды, сурет салуды жақсы көретін бала өз өмірі туралы ескеліктерді қағаз бетіне түсіре бастады. Айдана болса, Ермектен соң ешкіммен араласпады. Жүрегін балаға арнап, өмірінің мәнін Жарықтан тапты. Бір күні Жарық: «Анашым, мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Мен ешкімге ренжімеймін, Ермекке де. Мені тастап кеткенмен, ол менің есімімде жақсы адам ретінде қалды. Бірақ мен енді өз тағдырымды өзім жазам. Мен өскенде психолог болам. Сен сияқты өмірден таяқ жегендерге көмектесем, уәде берем» деді. Айдана баласын құшағына алып жылап жіберді. Бұл көз жасы емес, шүкіршіліктің жасы еді. Ермектен айырылған соң Айдана ішкі жан дүниесінде үлкен бос кеңістік пайда болғанын байқады. Түнімен көз ілмей, өткенін ойлап, жүрегін қайта-қайта тырналап жүрді. Бірақ ана жүрегі үшін бала өмірі бәрінен биік. Жарық үшін өмір сүру, оны аман-сау өсіру, болашағына жол ашу Айдананың жалғыз арманына айналды. Күндер өте Айдана ауыл мектебіне қайтадан жұмысқа орналасады. Ол бұған дейін де білім жолын таңдаған болатын. Бірақ тағдыр салған ауыр соққылар білім саласынан алыстатып жіберген еді. Енді қайтадан балалармен жұмыс істеу оның жанына жылылық сыйлады. Әсіресе қиын отбасыдан шыққан балалармен көп жұмыс істеді. Оларға жүрегімен жақын болды. Әр оқушы да өз тағдырын көріп, әрқайсысына қамқор болуға тырысты. Кешкісін үйге келгенде ол Жарықпен бірге шай ішіп, сабағын қарап, күнделікті жайлардан сыр шертіп отыратын. Бірақ
жүрегінің бір түпкірінде үн бар, жалғыздықты сездіріп, түнде ойға шомылдыратын. Бір күні аудан орталығынан келген мектеп инспекторы Айдананың сабағына қатысып, оның балалармен жұмысын көріп таң қалды. Сол күннен бастап аудандық білім бөлімінен ұсыныс түсті. Ауылдағы қиын жағдайдағы балаларға арналған арнайы түзету мектебін ашып, соған жетекшілік ету. Айдана ұзақ ойланып, бұл ұсынысты қабылдайды. Ол енді тек мұғалім емес, директор, тәлімгер, психолог бәрін бірдей атқара бастайды. Ауылда оны құрметтейтіндер көбейе бастады. Бұрын өсек айтқан жұрт енді бас иіп батасын беріп жүрді. Жаздың бір кешінде Айдана ескі ойын дәптерлерін ақтарып отырып, бір барақ хат тауып алды. Бұл хатты бұрын ермек жазып, бірақ ешқашан бермеген екен. Айдана, кешір мені. Мен шын мәнінде сені жақсы көрдім. Бірақ өз-өзімді таппаған адам басқаны сүйе алмайды, жүре алмаймын деп сенен тірек сұрадым. Енді жүре аламын, бірақ жаным сені іздейді. Мен сені өмірімнің ең асыл адамы деп білем. Балаң мен үшін періштедей еді. Бірақ өзімнің шын әке болмағанымды білсем де, жүрегіммен бауырадым. Егер мен қайтып келсем, кешіре аласың ба? Айдана хатты жыртпай кітап арасына қайта салып қойды. Өткенмен тіршілік етпейді, бірақ оның ізі жүректе сақталып қалады. Жылдар жылжып жатты. Айдана өз еңбегімен облыстық деңгейде марапат алды. Еңбекқорлығы мен мейірімі елге аян болды. Жарықта мектепті үздік бітіріп, қалаға оқуға түсті. Бірақ ай демалыста ауылға келіп, анасының жанында болатын. Ол анасын мақтанышпен, менің анам өмір үшін күрескен жеңімпаз деп айтатын. Күздің бір күні ауыл мектебінде үлкен жиналыс өтті. Айдана ауыл жастарына мотивациялық дәріс оқуға шақырылған еді. Мінберге көтерілгенде жүздеген көз оған үмітпен қарап отырды. Ол терең тыныстап, балалар, өмір жай ғана сынақ емес, ол үміт. Кейде өмір бізді жерге ұрады, бірақ біз қайта тұруды үйренуіміз керек. Мен сүріндім, жығылдым, көз жасымды жұтып жүріп тірі қалдым. Бірақ сол кезде жүрегімде от сөнген жоқ. Ол ана махаббаты, балама деген сенім және осы ауылға деген риясыз сезім деді. Жиналған жұрт үнсіз тыңдап, соңында ұзақ қол шапалақтады. Көпшілік сол күні Айдананың көзіне басқа көзбен қарады. Енді жай ғана мұғалім емес, ауылдың рухани тірегіне айналған тұлға еді. Жолда келе жатып Айдана аспанға қарады. Жап-жарық күн астында бір шоғыл бұлт баяу жылжып бара жатты. Іштей, алғыс саған тағдыр. Мен бәріне төздім. Мен енді өткенім үшін ұялмаймын, себебі мен тірімін, мен анамын, мен ұстазбын, мен адаммын деді.